И всем привет, меня зовут Тренд Таймс. Милый пёсель. И добро пожаловать в новое видео, которое называется Сонымен бүгін біз ТМД-дағы және орыс ютубындағы ең үлкен плагиатчик Влад Бумаганың табысын есептейтін боламыз. Қалай есептегенімді анамнада түсіндіріп отпаймын, алдындағы басқа ютуберлердің табысын есептеу туралы видеоны көрсең, өзің түсінетін боласың. Ендеше мен бастаймын. Влад А4-де қазіргі күнде 22 миллион 700 мың подписчигі бар. Подписчик саны бойынша ол СНГ-дағы ең үлкен арналардың бірі. Ал арнасындағы жалпы қаралым саны болса 3 миллиард 634 миллион. Енді есептеуге кіріссек, қазіргі күнде Қазақстанда 1000 коммерциялық қаралым үшін 0,75 доллар береді екен. Бірақ та А4-де бүкіл ТМД елдерінен көреді, сол себепті оның табысы көбірек деп ойлаймын. Сол себепті қазір 1 доллармен есептейтін боламын. Алдымен ол арнасында айына қанша просмотр жинайтынын біліп аламыз. Ол үшін Social Blade сайтына кірген кезде ол айына 410 миллион просмотр жинайды деп көрсетіп тұр. 410 миллион! Бұл біз үшін арман ғой. А4-ді көретіндер болса, астыға плюс қойып кетіндер. Бірақ бұл 410 миллион просмотрдың орта есеппен тек 20% ғана коммерциялық просмотр болады. Бұл енді 82 миллион болды. Баған айта кеткендей, 1000 коммерциялық просмотрға 1 долларға есептеймін дедім. Осылай есептеген кезде ол айына 82 мың доллар табады. Дегенмен де өкінішке орай YouTube бұл 82 мың доллардың бәрін бермейді. YouTube табыстың тек 68%-ын ғана ютуберге беріп, қалғанын өзіне алып қалады. Осылайша ол айына 55.760 доллар табады. Осыны қазір теңгеге айландырайық. Теңге қазір шамамен 420 теңге. Сонымен А4 айына YouTube'тың монетизациясынан 23 миллион 420 мың теңге табады. Оның үстіне ол кейбір видеоларда жай бір рекламалар тағыс дейді. Ол реклама үшін бір видеосына 20 миллион теңге алады. Өздерің білетіне ол тағы да киімін сатады. Сонда А4 айына ақшаны күреп табады, күреп. Шамамен 50 миллион теңгедей табады. Мінеке, бүгінгі видео осындай болды. Келесі кімнің ақшасын есептейміз, қандай видео көргің келеді, оның бәрін комментарияға жазып, видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпа.